Ұлты неміс полицей қазақ тілін 3 айда үйреніп алды. Армысың қазақ елі, назарда экспресс жаңалықтар, бізде бар болғаны 1 минут, кеттік. Тәртіп сақшысының есімі Николай Трошин. Ол Ақтөбе облысы Мөртөк аудандық полиция бөлімінің аға инспекторы. 2005 жылдан қызметте. Қазақ тілін әскерде жүргенде үйреніп алған екен. Жақын досы орысша шорқақ болса, Николай қазақшаны түсінбейтін. Немножко по-русски. Сұрасашы айтса сен айтып отыр. Сөйтіп бір-біріне тіл жаттатқызған. 3 айда қазақшам судай болды дейді. Артынан қызметке тұрған, облыстық байқауларға қатысып жеңімпаз атанған, жұмыста қазақ тілін білгенім үлкен көмек береді дейді. Әсіресе қарт адамдардың құжат толтыруына септігін тигізеді. Николай мемлекеттік тілді міндетті түрде үйреніп алған жөн дейді. Биыл болмаса да алдағы 2-3 жылда барлығы қазақша болатындығына сенімді. Ақпараттың толық нұсқасы